Сәлем достар! Кешкі уақытта үйіңізге оралғанда өзіңізді қалай сезінесіз? Аяғыңыз сыздап, қорғасын құйып қойғандай ауырлап, тіпті басуға шамаңыз келмей қалған сәттер жиі болады ма? Немесе таңертең аяқ киіміңіз кем болса, кешке қарай тарлық етіп, қысып, ісіп кететінін байқадыңыз ба? Шұлығыңызды шешкенде теріңізде терең із қалып қояды ма? Өкінішке орай қазіргі заманда адамдардың 80% осы мәселемен бетпе-бет келеді. Бірақ біз не істейміз? Жай ғана шаршағандық қой, түнде ұйықтасам басылады деп денсаулығымыздың бұл сигналына қолды бірақ сілтейміз. Ал шын мәнінде бұл сіздің тамырларыңыз бен лимфа жүйеңіздің көмек сұрап айғайлап жатқан алғашқы дабылы. Әдетте біз дереу дәріханаға жүгіріп, жарнамасы жер жаратын қымбат кремдерді, сиқырлы маздар мен таблеткаларды сатып алуға дайын тұрамыз. Оған қыруар ақша жұмсаймыз. Бірақ мен сізге бір құпияны ашайын ба? Денсаулығыңызды қалпына келтірудің, аяқтағы ауырлықты секундтар ішінде басудың ең тиімді әдісі дәл қазір сіздің үйіңізде тұр. Және ол мүлдем тегін. Ол үшін сізге фитнес-залға барудың, сағаттап тер төгудің немесе қымбат диетологты жалдаудың ешқандай қажеті жоқ. Тек күніне 15 минут уақытыңызды бөліп, қабырғаға жақындап, аяғыңызды жоғары көтеріп жатсаңыз болғаны. Иә, бұл тым қарапайым естілуі мүмкін, бірақ неліктен бұл еріншектер жаттығуын ежелгі үнді йогтары ғасырлар бойы құпия ұстап келді? Қазіргі заманауи медицина мен флеболог дәрігерлер бұл әдісті неге ең үздік терапия деп есептейді? Бұл әдіс варикоздың дамуын қалай тоқтатады? Ағзадағы ісінуді қалай айдап шығады және тіпті жүйке жүйеңізді қалай тыныштандырады? Дәл қазір экранға жақынырақ отырыңыз. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін тамашалаңыз. Өйткені бүгін сіз өміріңізді жеңілдететін және сізді болашақтағы үлкен оталардан, яғни операциялардан құтқарып қалатын ең пайдалы лайфхакты білетін боласыз. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен бәріміз мектептен білетін физика заңын еске түсірейікші. Жердің тартылыс күші, яғни гравитация бізді үнемі төменге қарай тартады. Біз күні бойы тік тұрғанда немесе кеңседе отырғанда денедегі бүкіл сұйықтық қанда, лимфада төменге аяғымызға қарай ағады. Біздің жүрегіміз қанды төменге оңай айдайды. Бірақ оны төменнен жоғарыға тартылыс күшіне қарсы қайта көтеру тамырларымыз үшін үлкен машақат. Егер сіз аз қозғалсаңыз, аяқ бұлшықеттері жиырылмайды да қан тамырларда тұрып қалады. Міне, ісіну мен варикоз осыдан басталады. Ал аяғымызды жоғары көтергенде не болады? Біз гравитацияны өзімізге жұмыс істеуге мәжбүрлейміз. Бірінші, варикозбен күрес. Тамырлар қалай демалады? Біздің веналарымызда қанның тек жоғарыға қарай ағуын қамтамасыз ететін арнайы клапандар бар. Егер қан төменде ұзақ тұрып қалса, ол клапандарға қысым түсіп, олар созылады, істен шығады. Осыдан келіп, тамырлар кеңейіп, терінің сыртына көкпеңбек болып шығып кетеді. Сіз аяқты қабырғаға сүйеп жоғары көтеріп жатқанда тамырлардағы қысым бірден нөлге түседі. Жиналған қан ешқандай кедергісіз өздігінен жүрекке қарай жөнеледі. Бұл вена тамырларына берілген ең керемет демалыс. Егер мұны күнде жасасаңыз, варикоздың алдын алып, басталып келе жатқан ауруды тоқтата аласыз. Екіншісі, ісінуден құтылу, лимфа жүйесін іске қосу. Аяқтың ісінуі тек қан емес, сонымен бірге лимфа сұйықтығының да тұрып қалуы. Лимфа бұл біздің ағзамыздың кәріз жүйесі. Ол жасушалардан бүкіл шлактар мен токсиндерді жинап, сыртқа шығаруға жауапты. Бірақ лимфаның жеке сорғысы, яғни жүрек сияқты моторы жоқ. Ол тек бұлшықеттер қозғалғанда ғана жүреді. Аяқты жоғары көтеру лимфаның қозғалысын 3 есе тездетеді. Артық сұйықтық аяқтан кетіп, бүйрек арқылы сыртқа шығарылады. Нәтижесінде жаттығудан кейін аяғыңыз жеп-жеңіл болып, ісік көз алдыңызда қайтады. Үшіншісі, йогтардың құпиясы, жүйке жүйесін тыныштандыру және ас қорыту. Ежелгі үнді йогтары бұл қалыпты випарита карани деп атайды. Олар мұны жай ғана физикалық жаттығу емес, жасару мен ұзақ өмір сүрудің қайнар көзі деп санаған. Заманауи медицина мұны да дәлелдеді. Аяқты жоғары көтеріп жатқанда қан ішкі құрылыстарға, соның ішінде асқазан мен ішекке көптеп барады.
Бұл ас қорытуды жақсартады. Ең бастысы, бұл қалыпта біздің стресс гормонымыз кортизол төмендеп, парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылады. Яғни сіздің миыңыз бәрі жақсы, демалуға болады деген сигнал алады. Егер сіз мазасыз болып ұйықтай алмай жүрсеңіз, түнде осылай жатыңыз. Ұйқыңыз сәбидікіндей тыныш болады. Бұл жаттығуды қалай дұрыс жасау керек? Бұл тәсіл барынша пайдалы болу үшін мына 4 қарапайым ережені есте сақтаңыз. Біріншісі, орын дайындаңыз. Қабырғаға жақын жерге төсенішті төсеңіз. Бел тұсыңыз ауырмауы үшін құйымшақтың, яғни бөксенің астына шағын жастықша немесе оралған сүлгі қоюға болады. Екіншісі, дұрыс қалып. Жамбасыңызды қабырғаға барынша тақап жатыңыз. Аяғыңызды тік көтеріп, қабырғаға сүйеңіз. Денеңіз бен аяғыңыз 90 градустық бұрыш жасауы тиіс. Үшіншісі, еркін тыныс алыңыз. Қолдарыңызды екі жаққа жіберіп, алақанды жоғары қаратыңыз. Иығыңызды бос ұстаңыз. Көзіңізді жұмып, терең әрі баяу тыныс алыңыз. Төртіншісі, бұл қалыпта 15-20 минут жату жеткілікті. Телефоныңызға таймер қойып, жағымды музыка тыңдасаңыз тіпті жақсы. Бұл жаттығуды күнде жасасаңыз, қандай өзгерістер болады? Достар, егер сіз бұл жаттығуды уақытша емес, өміріңіздің бір бөлігіне айналдырсаңыз, денеңізде қандай өзгерістер болатынын хронология бойынша айтып берейін. Алғашқы 3 күнде сіз жаттығудан кейін бірден жеңілдікті сезінесіз. Аяқтағы қорғасын құйылғандай. Ауырлық пен сыздаған ауру сезімі жоғалады. Кешкісін ұйқыға кету әлде қайда жеңілдейді. Бір аптадан кейін таңертең де кешке де аяқтың ісінуі толығымен басылады. Тіпті тар болып жүрген аяқ киімдеріңіз еркін шақ келе бастайды. Ағзадан артық сұйықтық шыққандықтан таразыдағы салмағыңыз да 1-2 килограммға азаюы мүмкін. 2 аптадан кейін ас қорыту жүйеңіз ретке келеді. Іштің кебуі мен іш қату мәселелері азаяды. Себебі ішкі ағзаларға қан барып, олар белсенді жұмыс істей бастайды. Ал 1 айдан кейін, егер сізде варикоздың алғашқы белгілері болса, тері астындағы ұсақ көк тамырлардың тартылып ағарғанын байқайсыз. Сіздің энергияңыз артып, созылмалы шаршаңқылықтан арыласыз. Бұл жаттығуды кез келген уақытта жасауға болады, бірақ ең тиімді уақыты кешке жұмыстан келгеннен кейін немесе ұйықтар алдында. Бұл күндізгі шаршауды басып, сапалы ұйықтауға көмектеседі. Егер жаттығу кезінде аяғыңыз үйіп қалса, негізінде бұл қалыпты жағдай, өйткені қан төменге қарай ағып жатыр. Егер аяқ тым қатты үйіп кетсе, тізені бүгіп, кеудеңізге қарай тартып, 1-2 минут демалыңыз. Сосын жаттығуды қайта жалғастырсаңыз болады. Жүктіліктің алғашқы айларында бұл жаттығу аяқтың ісінуін басуға өте жақсы көмектеседі. Бірақ соңғы айларда, 3-ші триместрде арқамен ұзақ жату үлкен тамырларды қысып тастауы мүмкін, сондықтан дәрігермен кеңескен дұрыс. Достар, бұл жаттығу өте қауіпсіз болғанымен, көзге қысым түсетіндіктен глаукомасы бар адамдарға, сондай-ақ артериялық қысымы, яғни давлениесі тым жоғары жандарға және жүрек жеткіліксіздігінің ауыр сатысында абай болу керек. Көрдіңіздер ме? Денсаулық пен сұлулық құпиясы қымбат кремдерде немесе күрделі оталарда емес, қарапайым әдеттерде жатыр. Дәл қазір осы видеоны көріп болған соң диваннан тұрып, қабырғаға жақындаңыз да, аяғыңызды 15 минутқа жоғары көтеріп жатыңыз. Өз денеңізге махаббатпен демалыс сыйлаңыз. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, видеоға лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға жазылыңыздар, алда әлі талай қызықты құпиялар бар. Пікірге жаза кетіңіздерші, бүгін кешке бұл әдісті кім жасап көреді? Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода аман есен жүздескенше.